әке болсаң осындай боланы. Кухнядан бір шелек тұз әкеш. Сөйтіп біздің жаңа байғам қалтасына төгіп қойыңыз бәріне рахмет. Көз тимесін. Көрдіңіз бе? Тастап жүр ғой. Сәлтатайын десе ұялып тұр. Біз Аллаярдың жора жолдасылар шатсылар өйтіп ойнай алмай жүр. Көз тимесін. Рахмет, аман болсын. Бағана не бар еді ғой? Аллаяр подаркілер кімде? Отыра бер. Мамамда? Ой, енді о, Райхан апаны тауып арсаң енді о. Қаяқта жүрген. Яқшы, подаркілерді әкелемін деген адамларды жинай берейік. Викторина, я? Жаңабайға кетіп қалдың ба? Бар ғой міне. Жаңабайға кетші. Біздің той иесі Жаңабайға дегендер бір шапалақ ұрыңызшы қане. Біздің Жаңабайғаның өмірлік жолдасы Райхан анам дегендер шапалақ ұрыңызшы қане. Ал. Оа не? Жаңабайға дегендер. Райхан! Масқара аятнайсыз. Жаңабайға кешір. Ал, Аллаяр дегенлер. Мавлюда дегенлер. Анерде, өйді. Бір-екі стол болады, яқшы, болады. Рахмет, аман болсын. Енді мынандай. Жаңабай ағамды бір ауыз сөзбенен кім бір необычный сөзбенен тарифлеп бере алады. Сразу подарка беремен. Подаркілер қайықта? Райхан апа, қайықта? Подаркілерді әкелікші, бағана подаркілерді әкелікші. Жаңабай ағамды кім бір ауыз сөзбенен, біздің Райхан анамды кім бір ауызбенен бір необычный сөзбен тарифлеп бере ала ма? Мәселен, жаңадай ма, ұлыма, жаңабай красавчик, ұлыма бір басқаша сөз болу керек бірақ. Онша айта бермей тұғын бір қат бар ма? Жаңабайға, Райханға. Кімге бар? Райханға бар ма? Айт. Райхан бір сөзімді. Ол бір айтсам енді тәріплеу емес. Ол бір сөзімді һәм айтқан затын орындайды да. Һәм қатты жеңіл емес, ауыр емес, нормальный мінезді. Туысқандарына бауырман. Балаларына одан бетер бауырман. Ал Жаңабайға оннан бетер бауырман. Ой, сондай. Бір ауыз сөз деген ұсы болады ағайынды. Астағфирулла, бір қара шайды қою қылып темлеп, бір өсекті өлтіретін қатына кетсе құда қаласа бір сөйлесейіп отыруымыз керек екен екеуміз сандыр шығар. Бір ауыз сөз, бір ауыз сөз айтшы. Жаңабайға ма, Райхан ба? Екеуі де. Айт, қандай? Ажапам менен жездеп, ауызын ашты жүрегі көрінеді тұғын. Астағфирулла, ақ көкірек. Ақ көкірек. Бар ма қызы көйлек сізде бір Жаңабайға я кімге Райханға бір ауыз іштен шыға ма, жақсы кәп қандай? Ассалаумалейкум. Менің ең жақсы қоңсыларым бірі, өмірдегі ең жақсы нысалар болған. Bir сөзбен тәріплеп бере алама, жақсы нысалар. Қоңсылар ма сіздер? Шапалақ болсыншы қоңсыларға. Ойбей, апа, рахмет ай. Апа, сіз қоңсы ма? Әбенедей талаптау бапсыз қоя өзіңізге. Отырғызып кеткен апамды. Ойбей, бас дейтілер, яна. Кембіріп отыра берсін. Тойды қыздырып атқанымыз қоңсылар негізі. Рахмет ай. Нектан шықпай ма Жаңабайға туралы? Райхан апам туралы дым, ешкімден шықпай ма? Жақсы сөз жоқ па? Бар ма? Айтшықым. Красавица. Айтса, атам бірзат, апам бірзат деп айтқы қандай? Екеуі де жақсы адам. Екеуі де жақсы адам дейді. Бар ма қыздарда? Айта жақ нағыз. Екеуі де зор. Екеуі де зор дейді. Бір необычный бір сөз айтың деп ем ғой. Таза сөз тауы керек болып тұрда. Қане мұрындық атаң нелер қайсы? Қайсы мұрындық ата? Сіздерден шыға ма? Бір жақсы кәп бар ма? Айтшы. Жаңабай ағамыз джентлмен. Қандай дейсі? Джентлмен. О, Жаңабай ағам джентлмен деді ғой. Бір мектадан естек, балалардан естек. Біздің Жаңабай ағам қандай адам? Жаңабай ағам мейірімлі, бала тәрбиелейтін адам. Тым өсекке жақын бала келсе бұл. Басқа зат айтып кетті ол. Тым өсекке жақын бала. Мейірімлі, тәрбияны қатырады. Бай кеттірмейсің бе бір ауыз сөзбен бұл. Айтты ғой міне, Жаңабай джентлмен деді, рахмет аман. Подаркілер қайықта? Әкеш берме, берме әкеш, ой, со подаркілер күтіп отыр. Ой, мына ой. Катекс. Бір кейін базарға ұрлыққа түспедіңіз бе? Оптым, мүйшөгімен. Қойшы, сіз көп сөйлеп кетесіз. Мана сіз сөйлесіз, өзіңіз сөйлесіз. Айт, мана сіз. Біреуін айта. Мехрибан. Таза ойлап тоған қап алды. Фотограф бол дейді. Сен жамалауға да өттік қа, сенің жамалауға да өттік. Қанды шығыда қоймайды ғой, іште шығу көрек қабзатын. Жақсы кәп шыққан жерден жаман кәп шығу көрек. Бар ма жария? Біздің Жаңабайға туралы
сөзбенен кім жақсы айтса, бір басқаша сөз шығу керек. Айтшы апа, Жаңабай, Райхан қандай? Жаңабай жаңа туған баладай. Кім? Бер, апама бер. Манас. Апа. Я, неше? Бер, апама бер. Болды. Жаңабай жаңа туған баладай деді. Бірақ енді мынандай ғой Тәңір. Бір Жаңабай ағаның тек жақсы жағын айтып отырсың, жаман жағын айтып көрейік пе? Жаман жаған бар шығар негізі, бір адам жаман жаған болады ғой. Шықпайтын. Енді мынандай, мына қара. Жаңабай ағаның кім жаман жағын айтса, соғымнан беремен алып. Айтайын ба дейді. Білейік. Уже Біліп отырайық. клиент бар мана. Бар ма, ана төрде біреу бақыр батыр ал. Қоңсылар ғой. Қоңсылар өтіп бір барып қайтайыншы мен. Не ойлап батырмын, қызыл бойлап қызылап айтып батыр ал. Жаман жағын айт, бір ауыз кеппен. Жаңабай газдың счетчигін қайтарып береді. Масқара. Ол жақсы жағы ғой негізі. Саған жақсы, үкіметке Мынау газде істейме деймен да, газде. Тыншы отыр, басымызға бәле болар, азыр Сау ғой, ертең азыр. Мына звонок кеп тұрмасын, ал үшеуіңіз кеп кеттің дәрі деп. Төртеуіңіз Жаңабайдан босып. Ал, яқшы, мынандай қылайық. Енді мынандай қыламыз, ағайын туысқандар. Той иелері біздің көз емес, енді әзілдесіп жатырмыз. Қарақалпақ бәрібір әзілді сүйетін халық, сол үшін Жаңабай ағаны бір мақтап алдық. Бірақ ана неге де бергім келіп тұр мен. Жаңабай джентльмен деген сөз шықты ғой, сол гәп ұнатты маған. Ағы ма, қызылы ма? Ақ па, қызыл ма? Кеш. Ойнап келші қане бір, ойнап келші қане. Ойбей, астағфирулла. Музыка. Кетті қане. Рахмет. Сіз мұрындық... Жұлдыздың апасымын. Жұлдыздың туысқан ашапасыз, я? Мұрындық апасының апасы. Ойбей, астағфирулла, тыпай. Сілер отдельно туған ба, я біреуіңіз туып кейін копиялап алған ба? Дәл өзі көз емесін, я? Тыпай, рахмет, аман болсын. Жұлдыз ашпан ба сенің? Рахмет, аман болсын. Кім қақта? Яқшы болды. Так, қызылы ма, несіме? Қалеген наса? Выбір. Зато ана Жаңабай джентльмен деген сөзің қатты ұнады ғой. Мынау балаларға болады, мынау Снегуршка ертең неде? Қалегенді ал. Ақ көкірегі, ойбей, рахмет, шабалақлар болса рахмет, аман болса. Басқа бірі болғанда жауызлар шап кететін еді ғой мынандай қылдың, берекет тапсын ай. Енді мына Жаңабай аға мен Райхан апаны қинай бермейік, енді екеуміз Алла ярменен Мәвлүда тәріпке өтейік. Ал